Баста. Ассалаумағалейкум. Дауыс жоқ болып қалды, мархабат ханым. Ассалаумағалейкум, баршаңыз жаңа жылдарыңызды құттықтаймын. Бепик компаниясының серіктестерімен және Бепик компаниясының серіктестері шақырған жаңа қонақтарменен сіздермен эфирді жүргізуші, сіздердің алдарыңызда отырған Қызылорда қаласының тумасы, осы Бепик компаниясының серіктесі, спикері, Қызылорда қаласынан Мархабат Әмірханға жүргізуге рұқсат етіңіздер. Тапсырып отырғандарыңызға үлкен алғысым шексіз. Біздің Бепик компаниясы енді сонау 2016 жылы, осыдан 10 жыл бұрын 11 қараша айында дүниежүзілік 180 мемлекетке тараған компания болатын. Бұны компанияны паш етіп әкелген кезде осы біз бәріміз таңғаларлықтай болып, не деген керемет компания деп маркетинг жоспарына қарап, қызығып, біз осы жерде бәріміз таңырқай қарап, жаңағы әлеуметтік желідегі адамдар бәріміз бірге көре бастадық. Бұл жерде қарап отырсақ, мына ақш мемлекетінен жаңағы Патнам отбасы, мен Патман, алдарыңызда отырған Дан Патман деген кісілер ұйымдастырып, осындай керемет дүние жүзіндегі 21 ғасырдың сублимациялық тағамын бізге бір ғана әлеуметтік жүйе арқылы таратуға рұқсат беріп, паш етіп ашылған компания болатын. Бұл жерде жалғыз ол Патнам отбасылары ғана емес, керемет ғалымдар, мына жерде алдарыңызда көріп отырған дүние жүзінде 17 жасында жаңағы үлкен доктор медицинасы аталынған Баламурали Амбати, сосын Уильям Хеннон деген трансфер фактордың атасы аталынған жаңағы доктор, дәрігерлер, Ким Мин Су деген Кореяның жаңағы адамдарға ағзасына қажет өнімдерді қолдайтын Адам Сауседо деген кісілер бірге ұйымдастырып ашқан болатын. Бұл өте керемет компания. Компаниямыз жаңағы ақш мемлекетінде үлкен жаңағы жеке кәсіпкері тұр. Сонымен қатар бұл компанияда бізге келіп жетіп жатқан өнімдер жаңағы несімен сертификатталынып, дүниежүзі бойынша GMP деген сертификаты, және кейінгі уақытта біздер Қазақстан елінде жаңағы халал сертификаттарын алып, осы өнімдерді сіздерге көрсетуге, рұқсат етуге жаңағы паш етіп, мақтан тұтып айтып отырмыз. Біздің қолымыздағы сонау 17 жылдары біздің қолымызға Elevation деген өнімі келе бастады. Ол өнімді біз алған кезде біз таң қалып, өзіміз таңырқап қолдандық. Мына ішіндегі алдарыңызда көріп отырғандай 30 шақты жеміс жидектерді, витаминдерді басқа компанияда бөлек сатылатын өнімдер осындай бір ғана Elevation'ның бір капсуланың қосындысында бар дегенде таңғаларлықтай өнім болып қолымызға тиген болатын. Құрамын қарасаңыздар, өздеріңіз 23 жасыл жасушалардан тұратын және адаптогендерден тұратын осындай Elevation деп, жаңағы элеватор деген сөзден алынған, көтеріңкі көңіл күйді көтеретін тамаша өнім қолымызға тие бастады. Бұл өнім өзі енді елге мақтанарлықтар айтамыз. Бұның құрамында жаңа физикалық әсері, бұның физикалық және ойлау белсенділігін арттырады екен, көңіл күй және зейінімізді жақсартады екен, және иммундық және жүйке жүйесін жақсартады екен, ағзаны суперфудтармен және табиғи экстракттармен байытатын, осындай құрамында бірнеше витаминдерден тұратын сондай капсуланы қолымызға тие бастады. Сол жылы біз қолданып, өзіміздің көңіл күйіміз көтеріле бастап, жақсарып, денсаулығымыз жақсарғасын сіздерге айта бастадық. Осылай қолданыңыздар, ішіңіздер. Сіздердің алдарыңызда менімен бірге отырған бірнеше серіктестер қолданыста қазір. Жаңа шақырған кісілер
қарап оқысаңыздар, енді тамаша өнім деп мақтан тұтып айта аламын. Онан кейін бізге сол 17-ші жылдың аяқ жағында қолымызға мына Acceleration деген ақ түсті және күлгін түсті 2 капсуладан тұратын осындай екінші өніміміз қосыла бастады. Бұл ұйқы бездерін жөндей бастайтын және жаңағы ішкі ағзаны тазартатын, жұмсақ тазартатын күлгін түстісі сондай 2 түрлі капсула қолымызға келе бастады. Бұл капсуланы ағзаға қолданған кезде бұл жабайы шөп шаланың бізге адам ағзасына өте қажет өнімдер деп соның қосындысынан жасалынған мынадай ақ түсінде мелатонин деген біздің ұйқы безімізді реттейтін гормонымызды ұлғайтатын, жақсартатын және жаңағы жабайы шөптерді айттым ғой жаңағы құрамында жаңағы бақ деген шөптердің тамырларынан жасалынған жаңағы гуминовый кислота деп жатыр, мына жерде гумин қышқылы дәмі бар сондай өнімдер қолымызға тие бастады. Бізде бұны іше бастағаннан бастап мына ұйқы безіміз реттелгеннің арқасында нерв жүйелеріміз жөнделе бастады және де мына күлгін түстің арқасында жаңа ағзамыз тазарып, жаңа ауыр салмақтылардан артып, жеңіл сергек сезіне бастадық. Бұл өзі де айтып тұрғанда Acceleration деген мына ағзаны реттеп, адамның тұла бойын жөндейтін өнім қолымызға тие бастады. Келесі өніміміз жаңағы кейін арта мінеке қолымызға биокардия деген өнім 18-ші 19-ші жылдары ма қолымызға тие бастады. Бұл өнімдер жаңағы қазіргі таңда өздеріңіз біле білсеңіздер, көп жас кісілердің өзі ишемиялық инсульт, инфаркт деген ауруларға ең жаңағы жас аурудың бірі деп аталады. Сол себепті осы биокардио өнімін жаңағы айтып кеткен бала Мурали Амбати, жаңағы Адам Сауседа деген кісілер осындай өнімді шығара бастады. Бұл қан тамырларына ағзада жақсы жүру үшін, жүрек соғысына жақсарту үшін ішінде эларгинин, эльтонин деген жаңағы дүние жүзіне әйгілі болған 6 рет Нобель сыйлығын алған өнімді қосындысына қосып отырып, осындай жаңағы малина несін қосып, дәмі сондай керемет бізге сусын дайындап берді. Бұл сусынды қолданған арқасында қазіргі таңда біз инсульт, инфаркт алған кісілердің ағзасын жақсартып, денсаулықтарына күш қуаттандырып жатырмыз. Көп кісілер өздері де қазір нәтижесімен бөліседі деген үміттемін. Бұның қосындысында жаңағы D3, жаңағы кальций, тағы басқа да өнімдер бар екен. Осындай жүрек ауруларын болдыртпас үшін осындай сусынды бізге дайындап берген болатын. Бұл енді біздің тамаша өнімдеріміздің бірі деп мақтан тұтып айта аламын мен. Онан кейін енді жаңа қазіргі таңда мына жеміс жидектерге мына ауыстыру үшін Актив 1 деген осындай жаңағы активны деген өздеріңіз атынан айтылып тұрғандай жүйелі жұмыс жасау үшін, адамдардың ағзасы жақсы қимылдау үшін, жасыл жаңағы вулкан жерлерінен, топырақтарынан жасылған сұлы бидай, арпа бидайлардың жасыл кезінде, көк кезінде дайындатылған осындай Актив 1 деген өнім келе бастады. Бұл да жүрек ағзасына да пайдалы, жаңағы айтылып кеткен іш құрылысқа да пайдалы, ішінде микробиомасы бар және сергек сезінуге де бәрінің қосындысын 5 есе жұмыс жасайтын тамаша жаңағы көкөнісіміз бар. Бұл өнімнің ішінде жаңағы тамаша алдарыңызда қарбыз өнімін көрсетіліп тұрғандай, енді бүйрек ауруларына да көмектесетін, бір ағзаны тазалайтын, сондай жасыл жасушалардан тұратын тамаша өнімді осы 2025 жылы қолымызға тие бастады. Жаңадан ішіп отырмыз десем болады. Өйткені бұл өнім тамаша жұмыс жасайды екен. Енді бұл жақын арадағы қолданысқа ие өніміміздің бірі десем болады. Онан кейін келесі өніміміз біздің компанияда мынадай иммунокод деп жаңа айтып кеттім ғой, Уильям Хеннон деген трансфер фактордың атасы атанған ғалым, доктор, өзінің жаңағы 11 баласы бар, жаңағы 20-шы жылы
болған індеттің кезінде өзінің қыз баласы ауыр аяқты болғасын осындай өнімді ішіндегі ағзасында баласына да денсаулығы иммунитеті жоғарғы болу үшін дайындатылған, аты айтылып тұрғандай иммунокод деп аталып шығарылған жаңағы генетический ауруларды болдыртпайтын трансфер фактор деген сөздің өзі трансформирует жаңағы фактический нәрсені трансформирует деген сөзден мағынасынан келтірілген. Енді генетикалық ауруларды болдыртпайтын амал жасайтындай етіп мына жаңағы 20-шы жылғы індет іштегі балаға да жас балаға да ағзасына зиян болмасын деп осындай иммунокод атанатын керемет жаңағы С витаминіне дәруменіне өте бай керемет иммунокод деген өніміміз бар. Келесі өніміміз енді бұл өнімді енді тамаша деп мақтана әрбір өніміміз мақтанып тұрып айтылатындай өнім. Мына жерде Epic Slim кофе деген кофеміз шықты. Бұл кофе басқа кофе магазиндегі дүкендердегі кофеларға қарағанда таза арабикадан жасалынған, енді таза кофе десем болады. Және сонымен қатар мына жерде көріп тұрсыздар, ағзаны тазалайтын арқасында адамның тұла бойын жасартатын сондай коллаген қосылған, және де мына арыстанның желесі деген жаңағы керең құлақтардан тұратын осындай тамаша кофеміз бар. Бұл кофені күнделікті таңертең қолданған кезде адамға жаңа кофеге өте құмар адамдарға қолдануға болады. Сонымен қатар коллагені де мына терілерге көмектесетін сондай керемет кофеміз деп мақтанып тұрып айтуға болады. Бұл кофені де енді ауыр салмақтан арылуға көмектеседі екен. Келесі өніміз біздің жаңа пинаколада қосылған, бірақ бұл да коллаген. Енді бұл коллагенде жаңағы шашқа, тырнаққа, көзге, жаңағы теріге көмектесетін, жасартатын, жақсартатын осындай Epic Slim атты коллагеніміз бар. Құрамында мына біз Қазақстанда ішіп жей алмайтындай мына пинаколада деген енді өнімдерді біздің қолымызға тие бермейді ғой. Сондай өнімнің қосындысы бар, дәмді, сондай тамаша коллаген, адамның ағзасына сүйек-сүйектерге дейін жететін осындай жаңа коллагеніміз шықты. Бұл да тамаша адамға жаңағы жеңіл дәмі, жеңіл ішуге тамаша коллаген десем болады. Және де бұл да фигура не дейді, тұлғаны арықтататын, ауыр салмақтан арылтатын сондай көмек тиетін тамаша коллагеніміз бар. Енді оның кейін мына қаңтар айында жаңа жыл басталғалы бізде мына науқанда тұрған Drink to Shrink деген атты шайымыз бар. Бұл шайдың неге науқанда тұр десеңіздер, біздің компанияға мына жаңадан тіркеліп атқан кісілер бізде тіркелетін қазір маркетинг жоспарда айтып кететін $20-ымыздың 10-15 мыңға тіркелуге болады. Сол 10-12 мыңға тіркелетін ақшаны жаңағы өздеріңіз науқандықпен пайдаланам десеңіздер, осы мархабат. Шринк деген бұл жерде екі түрі дәмі бар. Бұл дәмінде енді ішуге өте ыңғайлы, сондай бұны ішкен кезде аты аталып тұрғандай жаңағы үйде отырып ағзаны тазалауға қажет етеді. Ең бірінші осы шайды алып ішіп тазаланып алып барып біздің дәрумендерді қолдансаңыздар, біздің жаңағы денсаулықтарыңызға өте тамаша көмектесетін де қасиеті бар. Енді бұл тамаша енді салмақты арылтуға, үлкен ауыр салмақтағы кісілерге кеңес берер едім осы шайды қолдануға. Және де жай ғана ағзаны тазалап алуға да, жаңағы салмағым жоқ деген кісілерге де бір рет ағзаны тазалауға да көмектесетін қасиеті бар. Сонымен қатар мен бұл шайды тағы да мақтан тұтып айтатыным, өкпеден де, бауыр ауырғанда да, бүйрек ауырғанда да керек емес шлактардың бәрін түсіретін қасиеті бар Drink to Shrink деген шайымыз бар. Енді бұл да тамаша шайдың бірі. Келесі өніміміз біздің мына жерде
Реченерейт деген шайымыз бар. Бұл да шай есебінде жүреді. Мына Индия мемлекеттерінде көптеген жаңағы онкологиялық аурулардан өте айтып жатады ғой, оларда 2 миллиардқа жуық халық тұрғанымен, бірақ онкология ауруы болмайды екен. Себебі мына куркума деген жаңағы дәрумендерді осы шайдың қосындысына қосып, осында бізге коллаген шығарылған болатын, реченерейт деп аталады. Бұл да регенератор деген сөздің мағынасынан айтылған. Енді ішінде осындай куркумаларды осы біздің 19-шы жылдары, 20-шы жылы қосып, осы дәруменді бізге тигізе бастады. Және бұның бір қасиеті бізді жақсартады екен, жаңағы теріні, шашты, тырнақты жақсартуға, сүйек ауруларына, қандроз, жаңағы артроз деген ауруларға алдын алуға, сондай антиоксиданттық жақсартатын қасиеті бар өніміміз деп айтар едім. Осындай өнімдеріміз бар. Және бұнымен барлығына енді біз бұл өнімдерді әрине біз сумен араластырып іш деп айтамыз. Бұл бізде хайдрейт деген суымыз бар. Бұл хайдрейт деген сөздің өзі жаңағы су деген сөздің мағынасын беріп отыр, өздеріңіз біліп отырғандай. Бұл Жапон мемлекеттерінде Окинава деген арал бар екен. Соның жанындағы теңіздердің балдырынан әдейілеп дайындатылған кальций қосындысында, жаңағы ион қосындысында бар керемет осындай хайдрейт атты суымыз бар. Бұны жаңағы суға араластырған кезде бірер минуттан кейін, көп уақыттың қажетті келтірмейді, бірер минуттан кейін суымыздың құрамы өзгеріп, мына сүйектерімізге де, ағзамызға да сондай пайдалы хайдрейт деген суды осылай паш етіп көрсетеміз. Өзі жаңа пакетированный кішкентай 2 литр суға араластырып ішуге болады. Сондай бізде мына тәжірибелер жүргізген қыздарымыз бар. Иод қосылған суға араластырып жіберсеңіздер, бірер минуттан кейін иодтың өзін өзгертіп жіберіп, түрін, ағзаны да қалай тазартатынын көрсетіп отырмыз. Сондай нәтижелеріміз бар екенін мақтан тұтып айта аламын. Сонымен қатар мына келесі тағы бір өніміміз бар. Бұл Q2 Drops деп аталады. Бұл өнім жаңағы бәр ағзада кейінгі уақытта ауа жетпейді, озон жетпейді деп атады, кислород жетпейді деп жатады. Сол кислородты реттейтін, осындай миға дейін жұмыс жасайтын, тілдің астына пайдаланатын Q2 Drops деген осындай керемет тамаша өніміміз бар. Бұны да 5-6 жаңағы аутоиммунный аурулармен шалдыққан балалар болса, жаңағы ДЦП, жаңағы кислород жетіспеген мидағы есте сақтау қабілеттері, Альцгеймер, Паркинсон деген ауруларға осылай кеңес етеміз. Осындай кислородтың жеткізіп, мидағы есте сақтау қабілеттері жұмыс жасауға көмектесетін Q2 Drops деген өніміміз, келесі өніміміз. Онан кейінгі жақын арада жаңа жылдан бастап жаңа өнім, 3GLP деген өніміміз келе бастады. Бұл өте тамаша деп мақтан тұтып жатыр. Енді біздің қолымызға жаңадан тиіп жатыр десем болады. Бұл өнім осындай Норвегияда дайындатылған, балықтың майынан дайындатылған. Бұл жаңағы не десем, ағзада мына Оземпик деген, мына шетелде, сырт мемлекеттерінде жаңағы не дейді, жұлдыздар және әртістер салмақ болмай жатады ғой, ол кісілерге Оземпик деген уколды салып алған кезде адамдар ауыр салмаққа шалдықпайды екен, гормон өзгермейді екен. Сондай Оземпикті укол салдырту, мысалға $1000 шамасында болатын болса, оны қайта жыл сайын салдыртқаннан гөрі мына қолымызға 3GLP деген өнімді бізге компаниямыз ұсынды. Осы биылғы жылы ғана бұны тілдің астына, мына 17.000 бағана сұрап жатқан, 17.000 қан тамырын түйіскен жері тілдің астында болғандықтан, тілдің астына пайдаланып отырып, үлкен ауыр тамақтарды жегізбейтін қасиеті бар. Соның арқасында салмақты тез арылуға болатын тамаша 3GLP деген осындай өнімді жаңа жылдан бері ұсынды. Енді мына біздің американдық достарымыз, серіктестеріміз ішіп қолданып, салмағынан арылып жатқанын көрсетіп жатыр әлеуметтік жүйеде.
Ал біздердің қолымызға мына Қазақстан еліне енді жаңадан қолымызға тиіп жатыр. Енді қолданып жатқан адамдар болса айта жатар, кейін көре жатарсыздар. Оның кейінгі өніміміз мінекей жаңағы Оливия Про деген өнім. Бұл жаңағы Ким Мин Су деген Кореяның ғалымы дайындатылған осындай керемет патчы деп аталады. Бұл патчының біз бұрын соңды басқа түрін қолданғанбыз. Қазіргі таңда Оливия Про дегені осы біздің компанияда шығып жатыр. Бұл біздің жаңағы сүйек, буын ауруларына ғана қолданбайды. Сонымен қатар бұл энергияны көтеретін қасиеті бар. Сондай Оливия Про деп жаңартылған осындай керемет квантовый полені дейтін квантовый жан-жағымыздағы немізді сақтап тұратын қасиет докторымыз шығарып дайындатылып осы 25-ші жылдан бастап қолымызға тие бастады. Өте жеңіл сезінуге, сергек сезініп жүруге тамаша жүретін осындай патчымыз қолымызға тие бастады. Енді осымен қатар тағы да келесі өніміміз, енді бірден айтып кететін болсам, бұл full taps дейді. Бұл алдыңғы өнімдердің бәрі адам ағзасына дайындатылған өнімдер болса, енді біздің көліктеріміз бар. Мына көліктерімізбен қоса мына ауа дейді. Ауаның да экологиялық бұзылып бара жатқанын сіз де біліп жатырған боларсыздар. Көптеген көлік жүріп жатқаннан кейін, мына табиғи ауа райы да бұзылғаннан кейін соны жөндеп тұратын, экологиялық жөндеп тұратын full taps атты мынандай жаңа таблеткаларымыз бар. Бұл бензиндің құрамын жаңағы өте не дейді, экономдайды екен. 20-30% дейін жақсартады екен. Көліктерді жүргізу қалпын жақсартады екен. Жағы көліктің салондағыдай артындағы майлары енді тазаланып, сондай жұмыс жасауға көптеген көмек беретін осындай full taps атты көлікке арнайы дайындатылған біздің компанияның осындай тағы бір өнімі әдейілеп тұрып қосылып тұр. Себебі біздің компания адамға өте керек нәрселердің бәрін біздің қолымызға жеткізіп отыр десем болады. Енді өзімнің мына жерде кішкене өзімнің нәтижемді айтатын болсам, жаңа бірдеңе бастап кеттім. Мен өзім Мархабат Амырхан, жаңа айтып кеттім, темір жол саласында, жолаушылар жөндеу зауытында сонау 2000 жылдан бастап қызмет жасаған, инженер мамандығы болып жұмыс жасағанмын. Онан кейін темір жолшыларға сабақ берген болатынмын. Сол кезде маған осы интернет арқылы жұмыс жасауға болады деген кезде осы маған сетевой жүйелі маркетинг осылай кездесіп, интернет арқылы табыс табуға болады дегесін мен осы компанияға сонау 17-ші жылдар келген болатынмын. Қазіргі таңда осы компанияның арқасында бірнеше ауруымнан өзім жайлап құтыла бастағанымды байқадым. Бұл Elevation арқасында көңіл күйім сергектене бастады. Жаңағы не деп айтады, көңіл күйім көтеріңкі болғанның арқасында бір уақытта қарасам, алдарын жақсарып жатқанымды байқағаным арқасында өзімнің әйелдердің ауруы, жаңағы миома, киста, полипы деген аурулардан айыққанымды байқадым. Жүре келе мына шашым қалыңдады, тырнағым жақсарды. Сөйтіп бірнеше ауруымнан жақсара бастадым. Сосын жан-жағыма айта бастадым. Өстіп жан-жағымда да қазір бірнеше нәтижелер болып отыр. Сонымен бірге қазір менімен бірге бөліскісі келіп отырған, осы жерде серіктестерімізді шақырғым келіп отыр. Қызылорда қаласынан Жәния Наурызбаева деген кісіге нәтижесімен бөліссе екен деп сіздердің алдарыңызда айтқалы отырмын. Не апай? Айта берейін бе? Айта беріңіз. Қостым микрофонды. Баршаңызға сәлем Қызылордадан. Қайырлы кеш. Мен бұл компанияға негізі денсаулығым жөнінде келдім. Сөйтіп Мархабат ханымды тауып алып, ішіп, содан жақсы нәтижелер алдым. Қазір іш құрылысым ауыратын менің. Сосын бауырымда менде диффузный изменение клетка печени деген болған. Сосын хронический панкреатит. Менің гемоглобинім өмір 90-нан көтерілмейтін. Сосын менде бас ауру болатын, екі шекем солқылдап ауырып, жүрегімде тахикардия, щитовидныйымда ауыратын.
іш құрылысым ол да ауыратын, енді ұйқы без, бауыр ауырғасын, бүкіл ішектерімде ауыратын. Сосын аяқ қол буындарым ауыратын. Мен өте әлсіз болып келдім бұл компанияға. Бұл өнімдерге, осы өнімдерді іше бастағаннан жақсы нәтижелер ала бастадым. Қазір сол аурулардың бірі де қалған жоқ менде. Жүрегім ауырмайды, тахикардиядан құтылдым, бауырым ауырмайды. Сосын мен жаңа крион мезим, сонымен ғана тамақтанатын, бұрын диетический тамақтың өзін солай ішетінмін. Қазір оны да қойдым, ешқандай ондай крион мезим қолданбаймын. Сондай жақсы нәтижелер алдым бұл өнімдерден. Өте керемет нәтижелер алдым. Сосын мынау куркуминовый шай іше бастаған кезде мен бетімде қатты мынандай пигментный пятналар көп болатын. Сол да менде тазарды. Папилломалар кетті. Енді сондай көп нәтижелер алдым бұл өнімдерден. Осы өнімдерді шығарған адамдарға рахметімді айтамын. Бірінші Аллаға айтамын рахметімді әр кезде. Сосын осы өнімдерді шығарған осы компанияға, компанияның адамдарына, содан кейін Мархабат ханымға айтамын. Барлықтарыңызға осы өнімді әкеліп, осы өніммен айналысып жатқан бүкіл басшыларға рахметімді айтамын. Рахмет сіздерге, Алланың нұры жаусын. Өте керемет өнімдер. Жандарыңызда бірнеше кісілерде нәтиже болып жатыр ма, Жания апай? Ондай нәтижелер менде көп болып жатқан. Менде бір келіншекте осы панический атаки болды. Көшеге шығуға да қорқады екен, үйде отыруға да қорқады екен бір өзі. Сосын өте жүдеп кеткен. Сол келіншек қазір ішіп жатқанына 6 ай болды, өте күшті керемет нәтиже алды. Қазір жақсы, далаға да шығып жүреді өзі. Үйінде де бала шағасына қарап өте күшті күнде алғысын айтып жатыр. Енді ондай нәтижелер көп менде. Сондай нәтижелер өте көп. Біреулердің ана бетіндегі жаралары кетіп жатыр. Онда менде суреттер бар, ол кісілердің. Осы Мархабат ханымға көрсетіп жүрмін, бірақ енді ол кісілер айтады да, мынандай соцсетке қоймаңызшы дейді да. Сосын енді онша қоя бермеймін, ана беттерін, үсті басын бәрін жарақаттап кеткен ғой. Сол келіншек менде 2 ай ішіп тап-таза болды қазір. Өте күшті нәтижелер алып жатыр. Бауыры да тазарып жатыр. Түнде аяғым тартылатын еді дейді, одан да құтылдым деп. Енді сондай нәтижелер өте көп. Рахмет, Жания апай. Алғысым шексіз. Дендері сау болсын. Аумин. Келесі Қарағандыдан Өмірбаева Жангүл деген кісі бар ма? Интернет ұстамай кіре алмай жатыр. Онда мына жерде сіздердің алдарыңызда біздің Бақыт Өтербеков деген Алматы қаласынан біздің енді ағайымыз бар. Ол кісіде де көп деген нәтижелер бар. Ағай, микрофоныңызды ашып жіберіп, Бақыт ағай сөйлеп жіберсеңіз, айтып жіберсеңіз, бөлісіп біздің эфирмен. Кешер қалеумет, мен Бақыт Исаевич Өтербеков. 19 жыл бұрын жүрегіме күрделі ота жасатқан адаммын. 2 қан тамырымды, қолқалық қан тамырын екеуін айырбастады. Осы 1,5 жылдан кейін қайтадан әртүрлі демікпе, жүректің кеудең шаншу, жоғарғы қан қысымы жоғарылап, басым ауырып. Содан туыстарым айтты, мына BEPI компаниясында керемет өнімдер бар, оны қолданып көріңіз деп. Соны алып іштім, алып ішіп, енді біз онша сеніңкіремейтін адамдармыз ғой, біз талайды көргенбіз. Содан қайта бардым тексерілуге, жаңа доғырлар. Алдында барғанымда айтты, ойбай, сіздің пульсіңіз түсіп кетті, 48 болыпты. Кардиостимулятор қою керек. Сізге 2 тағы да стенд қою керек. Тамырларыңыз бітеліпті деп. Әйтеуір керемет бір қорқынышты жағдайлар айтты. Содан кейін мен туыстарым айтты, осыны BEPI компаниясының осындай өнімдері бар. Соны Бикардия, жаңағы біз Элев, кешке ішетін акселер, соны
ішіп 3-4 айдан кейін қайта бардым. Докторлар айтады, таңғалып жатыр, сіз не істегенсіз? Пульсіңіз 64-ке көтерілді. Ешқандай кардиостимулятор қою керек жоқ. Тамырларыңыз біраз тазаланыпты. Сізге стенд қоюдың да қажеті жоқ. Сол 6 айдан келген білікті маман екен, өзі Токиода тәлім алған. Ол айтады, аға не ішіп жатыр, соны іше беріңіз. Соны әрдайым айтып жүрмін. Сонымен қатар көп басқа, енді мен жаңа бикардияны қалтамын тастамаймын, өйткені кейде мына құргеуде құн тарттырар дейді ғой. Автобусқа жетем деп кейде жүгіремін. Сонда кішкене сыр бере бастайды. Сол жерде тұрам да аузыма жаңағы ұнтағын салып жіберем. Бір минутқа жеткізбейді ғой. Жаңағы әртүрлі нелер, қолайсыз нелердің бәрі кетеді. Мен әрдайым осыны айтып жүрмін. Мына елдер қоғамда не басым, надандық басым. Солар сөзіңе сенбейді. Мен желіде билеп, биімді салдым. Енді өте бір тез билейтін биді. Соның кейін неге қалып айттым, міне менің жаңа қан қысымым көтерілген жоқ, демікпем жоқ, ентігіп тұрған жоқпын. Осының бәрі мына BP компаниясының жасуша қоректерінің арқасында деп оны да айтып жатырмын. Бір сенбейтін біреулер Кавказдан звондады сол күні кеште. Нино деген. Менің әкем сондай жүрегінің дімкасы бар еді. Мына сіздің биіңізді көріп, сенбейді, мына жасанды интеллект жасаған ғой ол биді деп. Мен айтам, тірі адаммын, маған жібер телефон, мен түсіндіріп айтайын деп. Тағы да билеп берейін деп па? Тағы да билеп. Әрдайым билеп жүрмін ғой, Райхан көріп жүр ғой. Жақында жаңа жылда Аяз ата болдым. Ақша қарым өте бір 12-де гүл ашылмаған Бәтиш апа 72-де екеуміз өткіздік соны. Ондай биледік, ешқандай Құдайға тәуба, денсаулығым бәрі жақсы. Мына әріптестерге мына 20 ғасырда Шәкәрімнен өткен әулие жоқ қой. Шәкәрімнің мына біздің ісімізге байланысты сияқты енді бір 4 ауыз өлеңін оқып берейін. Рахмет. Айлық жақсы екені елге мәлім. Өзің істеп әдет қыл, келсе қалың. Қолың білсе біреуге жалынбайсың. Шыдамды бол, еріншек болма жаным. Бірәм біздің мына жасап жатқан ісімізге арнап айтқан сияқты. Шыдамды болу керек, ерінбеу керек, оқу керек, жүру керек. О кісілер енді бұрынғы адамдардың айтқан сөздерінің бәрі сөзі де рас, өзі де рас демекші. Енді рас қой, енді сол кісілер біліп айтқандай, осындай тірлік болатындай, осы 21 ғасырдың жаңа жұмысы десем болады ғой, қазіргі таңда осы телефон арқылы жаңа айтып кеткеніндей жұмыс жасауға болады деген кезде мен де өткен ғасырда, өткен емес, 2000 жылдың бер жағында заводта жұмыс істесем, ол жаңағы кәсіптің бәрі тоқтатылып, қазіргі таңда осы телефон арқылы жұмыс жасауға келген адамның бірімін, алдарыңызда отырмын. Расында да интернет жүйесі арқылы бұл жаңа жұмыс, жаңағы шыдау керек деп атқаныңыздай, сіздің айтып атқаныңыздай, тура бұл кәсіпті де жаңадан үйренуге болатын шақырып отырмыз сіздерді де. Осы жерде де кәсіп жасайық бірге, мына жерде де табыс тауып отырған біздің үлкен биік серіктестеріміз бар, бірнеше көшбасшымыз бар. Сол кісілеріміз осы сонау 23 жылы басымызды құрып, барлығымыз BP 2 деген жаңағы команда құрылып, осы жерде осындай жүйелі түрде жұмыс жасап кеттік. Осы 2 жылдан бері табыс тауып жатырмыз. Сол табыс жөнінде кішкене осы жерде маркетинг жоспары бойынша көрсетіп, айтып жіберсем деймін. Енді бізде
жаңа заманауи жұмысқа келіп жатырмыз ғой, осылай Zoom арқылы отырып, 50 адаммен қазір жүздесеміз десе, бұрын сонды сенбес едік. Қазіргі таңда мінекей қандай керемет, әрқайсымыз Алматы қаласынан, Қызылорда қаласынан, Қарағанды деп жатырсыздар, қаншама жерден осылай бір телефон арқылы жұмыс жасауды үйретеміз. Және бұл жерде біз мына 180 мемлекетке арнайы ашылып кеткен мінекей сіздерге дүкен ашылады. Осы компанияға келгендеріңізде тегін тіркеліп, жаңа айттым ғой, Drink to Shrink деген өнім арқылы тегін тіркеле отырып, сіздер 180 мемлекетте жасайтын сондай жаңағы дүкеніңіз болады, арнайы дүкеніңіз. Қазіргі таңда дүкендердің түр-түрін естіп жатқан боларсыздар, Amazon және жаңа Wildberries деп атады да. Сондай сияқты дүкен американдық BP компаниясында сіздердің өздеріңіздің арнайы дүкендеріңіз болады. Сонда маркетинг жоспары бойынша міне көшбасшылар 15 есе көбірек ақша алады деп, жаңағы барлығыңызда 15 есе көбірек ақша аласыздар, және көшбасшылар 5 есе ала алады. Және сонымен қатар кеше бүгін тіркелген адамның өзіне лайфстайл бонус деген біздің жаңа бонусымыз бар. Бұл айма-ай кәдімгі айлық сияқты келіп тұратын табыс көзімен таныстырып жіберсем деймін. Сіздер өздеріңіз тіркеліп бізге өнімді ала отырып, осы өнім жөнінде адам шақырған арқасында, бірінші шақырған адамыңыздан сіз жаңағы біздің қойылған бағадан 50% ақшасын аласыздар. Ол $35 шақталады. Кем дегенде осы $35 2 адам шақырсаңыздар, мінекей екі жағыңыздан бар жоғы жаңағы дүкеннен алған өнімнің ақшасының жарты бағасын сіздер қолма-қол бірденен ала аласыздар. Ол $70 шамасында. Сол кісілерді шақырған кісілеріңізді басқа кісі де айтып отырып, осындай мен мына өнімді әрине тегін алғанмен бірдей жаңағы жарты бағасына келіп тұр деп түсіндіре отырып, басқа адам шақыруға көмектессеңіздер, ол адамдар да солай $35 ала қоса сіз мінекей екі кісіңіз екі адамнан шақырған кезде лайфстайл бонус деген айлық табысы сияқты біздің келесі айда 15-ші жаңағы орта шенінде $100 шамасында ақша ала аласыздар. Бұл енді қазіргі таңда санағанда бір 55 мың теңгенің шамасымен келетін ақша десем болады, напақа десем болады. Онан кейін жаңағы осы 8 қаңтарда бастап айтып отырмыз ғой, сіздердің 31 қаңтарға дейін айталасыздар. 3 адам шақырсаңыздар, сол 3 адамдарыңыз 3 адамнан шақырған кезде сізге компания $300 беретін мүмкіндігі бар. Бұл шамамен айтқанда 160-170 мың теңгенің шамасын құрайды. Ал егерде сіздер айдың аяғына дейін 4 адам шақырып, 4 адамдарыңыз 4 адамнан шақырып үйренсеңіздер, сіздер шамамен $500 аласыздар. Бұл $500 деген 270 мыңнан астам ақша десем болады. Және онымен қатар 5 адам шақырып, 5 адамдарыңыз 5 адамнан шақыратын болса, сізге напақа ретінде, лайфстайл бонус ретінде мінекей $700 ақша міне қолдарыңызға тиеді. $35 санамаған жағдайда $700 дегеніміз қазіргі таңда 400 мың шамасына, 380 мың шамасына келетін ақшаны осы жерден 31 қаңтарға дейін тіркеліп, басқа кісілерді үйрете отырған арқасында осындай напақа аласыздар. Оған біз үйретудің өзі мінекей алдарыңызда міне Zoom жүйесі арқылы біз адам шақыруға да, басқа да жұмыс жасауға сіздерге көмек беріп отырмыз көшбасшылармен бірге. Жаңа айтылып кеткенде, Жәния ханым айтып кеткенде, осы компанияны ұстап қалған, жүйені ұстап қалған көшбасшыларымыздың бәріне сондай рахмет айтамыз. Өйткені осы жүйенің арқасында осындай напақаларды алып отырып, өнімдерді біз тегін қолданып отырмыз десек те артық болмайды. Мінекей бар жоғы 2 адамды шақырып, 2 адамды үйретіп отырған арқасында мінекей алдарыңызда 12 айда шамамен $57 мың астам напақа табатын жолы бар екенінде біз сіздерге үйрете аламыз. Бірінші айда мінекей көріп отырсыздар, бірінші күндері $171 алсаңыздар,
шамамен 12 айда адамдарыңызды үйреткеннің арқасында 57 мыңнан астам ақша таба алады екенсіздер. Ал енді біздің серіктестер осы қазақша эфирді бүгінгі күні жүргізе отырып, және осы біздің жексенбі күні Алматы, Астана қалаларында тамаша біздің жаңағы тұсаукесеріміз, адамдармен кездесулер, осы жерде жалғыз бақтаған және апаның ғана нәтижесі емес, басқа да кісілердің, кеше ғана келген кісілердің нәтижесімен бөлісуге көзбе-көз көрем десеңіздер, біздің Алматы қаласында, Астана қаласында әрбір жексенбіде сағат 12-де Астра қонақ үйінде әдейілеп біз осылай шақырып отырмыз. Келіңіздер, қатысыңыздар, тыңдаңыздар. Болмаған жағдайда мына TikTok жүйесінде де, Instagram жүйесінде де, интернет жүйесінде де, сырт қалада жүрген кісілерге де, сіздерге де қатысуға, тыңдауға шақырамыз. Мен өзім осы жерде осы кісілердің нәтижесін тыңдай отырып, қандай керемет деп сүйсіне жақсы көріп, осы өнімдерді күнделікті тағам ретінде қолданып отырмын. Тағамның 50-70%-ын экономдауға, және жаңағы айтып кеттім ғой, дәру-дәрмектің экономдауға, осындай күшті керемет нәтижелерді тыңдауға сіздерді де бізбен бірге болуға шақырамын. Сіздермен болған, біздер енді келіңіздер, хабарласыңыздар, шақырған кісілеріңізге хабарласыңыздар, әдейілеп тұрып, қалмаңыздар, бізбен бірге болыңыздар, табыс табуға да шақырамын, және осындай өнімдерді күнделікті тағам ретінде қолдануға шақырамын. Енді басқа бөлсем десем, айтам десеңіздер, хабарласыңыздар. Сіздермен болған Мархабат Әмірхан. Рахмет барлығыңызға.